Сіздермен бірге Dragon Quiz каналы. Бүгінгі видеода екі вариант беріледі, соның біреуін таңдауыңыз керек. Бұл ойында қатысушы болу немесе розовый күзетші болу. Сіз қайсысын таңдайсыз? Комментарийға біреуін жазып кетіңіз. Игра в кальмары ойындардың біреуінде танысқа қарсы ойнау керексіз, немесе имчундеге қарсы ойнау керексіз. Комментарийға жазған жауаптарыңызға кері байланыс беріледі. Сондықтан комментарийға жазыңыз. Сізге қай қарсылас оңай болып көрінеді? Досына сатқындық жасап, ойынды өт, немесе досын тірі қалу үшін жаныңды бер. Сіз ойында қай вариантты таңдау едіңіз? Қай ойыншыны таңдайсыз? Лемёнги немесе таныс? Сізге қайсысы жақын? Комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі 44-ші ойыншының командасына қосыласыз, немесе 212-ші ойыншының командасына қосыласыз. Қайсысы мықты деп ойлайсыз? Келесі өз командамен такджи ойынын ойнау, немесе жан досымен висакчи ойынын ойнау. Сізге қай ойын оңай көрінеді? Комментарийға жазып кетіңіз, А варианты ма немесе Б варианты ма? Сатқындық жасап, жалғыз тірі қалған ойыншыны болғың келе ме, немесе басқалар тірі қалу үшін өзіңді құрбан етесің бе? Егер сіз ойында болсаңыз, қай вариантты таңдар едіңіз? Басқаларды сенің команданы қосылуға сендіру, немесе команданы өзін жасақтау. Сіз өмірде лидерсіз ба? Шешімді ойында жүргендей қабылдаңыз. Жан досымен бір ойында тең мүмкіндікте болу, немесе номер бірінші ойыншыға сізге тиімсіз жағдайда қарсы ойнау. Сон Ги Хунның орнында болсаңыз не істер едіңіз? Қай ойынды таңдайсыз? Физикалық қиын ойынға қатысу, немесе миға салмақ салып ойланатын ойынға қатысу? Сіз қай жағынан мықтысыз? Физикалық тұрғыдан ба, немесе интеллектуалдық тұрғыдан ба? Сану сияқты мықты бірақ сатқын ойыншымен одақтас болу, немесе адал бірақ әлсіз Абдул Алимен одақтас болу. Таңдауын жасаңыз. Волчками ойында командамен ойнау, немесе Джеги ойында командамен ойнау. Қай ойын сізге оңай болып көрінеді? Ләңгі тебе аласыз ба? Сіздің командаңыз сіздің қателігіңізден ойыннан шығады, немесе сіздің командаңыз басқа ойыншының қателігінен ойыннан шығады. Бұл жағдайда қандай шешім қабылдайсыз? Қайсысын таңдайсыз? Командамен ойнау, немесе жеке дара ойнау? Сіз өзіңізге сенімді адамсыз ба? Қайсысын таңдар едіңіз? Толықтай үндемейтін ойынға қатысу, немесе адамдармен әрдайым қатынас жасайтын ойынға қатысу? Сіз өзіңіз қандай адамсыз? Тұйық па, әлде ашық адамсыз ба?
Осыдан таңдауын жасаңыз. Ойында ұйымдастырушыны жағында болу, немесе құпия оған қарсы болу. Қай вариант сізге жақынырақ? Финалдық ойынға дейін барып жүлдесіз кету, немесе ақша үшін ойынды жалғастыру. Сіз өміріңізді бәйгеге тіге аласыз ба, егер бұл шын өмірде болса? Келесі, сенің аған ойынды ұйымдастырушысы екенін білу, немесе сені жандосын сатып кеткенін біле тұра ойынға қатысу. Пак Кён Сокпен бірге команда құру, немесе Ли Мён Гимен бірге команда құру. Бұл екі кейіпкердің қайсысын таңдар едіңіз? Қайсысын таңдайсыз? 222 ойыншы немесе 196 ойыншы? Ал бұл екі кейіпкерден қайсысын таңдар едіңіз? Ли Мён Ги немесе атақты Таныс? Сізге қай кейіпкер ұнайды? Келесі, таныс симпатия білдірген қыздар. Сізге қай кейіпкер ұнайды? А вариант па, Б вариант па? Сериалдың қай сезоны сізге ұнады? Қай сезон қызықтырақ болды? Бірінші сезон ба, әлде екінші сезон ба? Комментарийға өз жауабын жазыңыз. Біз бүкіл жауапқа кері байланыс береміз. Қай ойынды таңдар едіңіз? Тише едеш, дальше будеш, немесе арқан тартыс? Қай ойын сізге оңайырақ көрінеді? Қайсысын таңдайсыз? Таныспен дос болу, немесе фронтменмен дос болу? Сізге осындай достар керек пе?